Сәлем достар, бұл құпия каналы сіздермен бірге Альфия. Достар, осыдан бұрын Нахл сүресінің қасиетін салған болатынмын. Егер ұнаса, қарап лайк басып кетіңіздер. Достар, бүгін сіздерге Анбия сүресінің қасиетін айтатын боламын. Анбия сүресі Құранда 21 сүре. Егер де кім Анбия сүресін бір кезек 70 рет оқитын болса, тек қана бір кезек, онда ол адамның ішіндегі қорқыныш үрейлер толығымен жойылады. Және де күнде оны зікір ретінде Анбия сүресін бір рет күніне оқитын болса, онда ол адам Құдайдан қорқатын, Аллаға құлшылық ететін иманды балалы бола алады. Иманды балалы болады. Демек, иманды бала туады, оның келіншегі. Мысалға өзіңіз оқитын болсаңыз, онда иман жүзді балалы боласыз. Сондықтан достар, күніне бір рет оқып жүрсеңіз, осындай қасиеті бар Анбия сүресінің. Видео ұнаған болса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сәттілік.